Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиет сабағы. Сабағымыздың тақырыбы бұқар жырау өмірі. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Ал енді балалар, біз сабағымызда мына бір ой шақыру сұрақтарына жауап алатын боламыз. Бұқар жырау қалқаманұлы қазақтың ұлы жырауы. Бұқар жырау шығармаларының әлеуметтік мазмұны. Бұқар жырау өлеңдері. Ал енді балалар, мына бір видеороликке назар аударыңдар. 17 ғасырдың аяғында туған бұқар жырау аумалы төкпелі, бірақ ілгерішіл заманда өмір сүрді. Ол ұзақ жасап 1780 жылы дүние салды. Өмірінің соңғы жылдарында ол шығармашылық әрекетінен бөлек мемлекеттік құрылым мәселелерімен айналысты. Абылай ханның ақылшы кеңесшісі болды. Әкесінің сарбаз болғанына қарамастан, болашақ ақын бұқар жырау өзіне өзге кәсіп саласын таңдады. Жас күнінен бастап ол өз өмірін әдебиетпен байланыстырды. Тілдер үйреніп, ислам шариғатын оқыды. Бала күнінде ол медреседе оқу үшін бүгінгі Өзбекстан жеріндегі Бұхара қаласына аттанды. Бұқар жырау араб, парсы және жоңғар тілдерін меңгерген. Ол дауларды шешу мәселелерінде Абылай ханның ақылшы биі болған және шығармашылықпен айналысқан. Сүрген заманда байтақ далада байланыс көздері болған жоқ, қиын қыстау кезеңдер болатын. Елдің бір шетінде тұратын халық екінші жағында не болып жатқаны туралы хабарсыз еді. Сонда ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы мұра бізге қалай жетті десеңізші. Өзге елдердегі секілді оның өмірі туралы нақты тарихи құжаттар немесе жылнамалар жазылып сақталмаған. Бұл жерде мәліметтер басқаша тәсілмен жеткізілген. Бұқар жырау туралы қазір біліп түйгеніміздің бәрі мына адамның арқасында. Бүкіл өмірін ақынның биографиясын зерттеуге арнаған мәшһүр жүсіп. Ол бұқар жыраудың мұрасын зерттеп, бүкіл әлем бойынша ақпарат көздерін іздеген. Мәшһүр жүсіп үлкен еңбек жасады. Ол қазақстандықтар үшін бұқар жыраудың өмірі мен шығармашылығын қайта қалпына келтірді. Ал енді балалар, видеороликті тамашалап болсаңдар, бұқар жырау туралы не білдіңдер? Мына кестеге жазыңдар. Ал енді балалар, дәптерімізді ашып, бұқар жыраудың өлеңдерін тізбектеп жазып аламыз. Бұқар жыраудың өлеңдері: «Ей Абылай, Абылай, бірінші тілек тілеңіз, сен 11 жасыңда, керей қайда барасың» атты өлеңдері бар. Ал енді балалар, сабағымызды қорыта келе, мына хронологиялық кестемен жұмыс жасаймыз. Яғни жылдармен болған оқиғаларды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Оқушылар, үйге берілген тапсырманы жазып аламыз. Бірінші тілек тілеңіз өлеңін жаттаймыз. Бұқар ел бірлігі туралы жырлаған жырау шығарма жазасыңдар.